Жалпы сіз мұғжизаларға сенесіз бе? Және де өміріңізде әруақты көрдіңіз ба? Және де Алладан сондай керемет мұғжиза түстерді көрдіңіз ба? Ал мен биыл сондайға өте көп тап болдым десем болады. Осы Рамазан айына дейін басталған, Рамазан айының кезінде және де осы бір ғалымдардың бір подсчеты бойынша 25-ші түнде, жаңағы тақсанда қадір түні деген подсчетта мен сол түні кәдімгідей ерекше қадір түн деп қарсы алады екенмін. Сол түнді қарсы алғаннан кейін мен таңда аспаннан көп періштелерді көремін. Сіздерге өтірік, маған үшін өңімдегідей, бәлкім ол түсім шығар, білмеймін. Биыл жалпы әке-шешем қайтыс болғанына 20 жыл. Алла бұйырса Жаңарқада үлкен ас берейін деп жатырмыз. Осы әкем қайтыс болардың алдында жаңағы түс деп отырмын ғой сіздерге, сол тәрізді түс сияқты, бірақ өңімдей болған. Жалпы осы өңім тәрізді түстерді мен өте часто көремін осы Рамазан айында. Тем более часто көріп жатырмын. Альхамдулилля деймін, бәлкім бұл Алладан бір мұғжиза шығар. Мен осы әкем қайтыс болардың алдында 22 наурызда әкем менің қайтыс болды. Сол себепті мен наурызды мінекей 20 жыл аса қатты тойламаймын. Көңіл күйім жоқ оны тойлауға. 21 наурызда мен әкеммен соңғы рет сөйлестім телефонмен, ол ауруханада жатқан болатын. 22 наурызда мен жұмысқа асығып кетіп бара жатырмын. Мен сол кезде мектеп оқимын, бірақ каникулдың кезі болғандықтан мен жұмысқа бірден тұрып кеткен болатын, продуктовый магазинға. Жұмысқа ұйықтап қалыппын, асығып кетіп бара жатырмын. Таңда бір есікті қағады. Мен кім деймін? Әкем мен ғой дейді. Есікті ашамын, әкем үйге кіреді, бауырларымды сұрайды, анамды сұрайды. Мен ан жақта деймін де тез асығып шығып кетемін. Күн жаңбырлы, асығып жұмысқа жүгіріп бара жатамын. Ойыма сарт ете қалады. Әкем больницада ғой. Ал мен неге әкем есік ашып, мен әкемді құшақтамадым деген тәрізді. Бірақ анау күн күркілдеп тұр, жаңбыр жауып тұр. Мен өзім асығып бара жатырмын жұмыстан қалып. Ана оймен ұмытып кетемін. Сол беті жұмысқа барамын. Сол күні әбетте маған хабар келеді. Бүгін таңда осындай уақытта, мен есік ашқан уақытты айтады. Осындай уақытта әкең дүниеден озған дейді. Мен әкемнің аруағын көрдім. Әкем бізбен қоштасып үлгерді. Немесе қоштасқысы келіп, Алла тағала сондай мүмкіндік берді. Мен бұны білмеймін, бұл мұғжизаны қалай түсіндіретінімді. Бәлкім біреулер сенбейтін шығар, бірақ бұл явно болды. Сондай қазіргі таңда мен осы Рамазан айының құдіреті, сондай бір мұғжиза түстерді көріп жатырмын. Иншаллах, келесі жылы Рамазан айында мен сіздермен ол түстермен бөлісетін боламын.